ер адам. Ер кісілер, сіздер жауаптысыздар. Әйелге қалай положительный мән береміз? Оған последний iPhone сатып аламыз ба? Әйелдер жақсы көресіздер ме ондай подарок? Камри 75-ка. Мынандай понятие бар. Одна единица счастья деген понятие бар. Егер мен әйеліме бір букет цветы берсем, гүл берсем, это будет одна единица счастья. Ол риза бола ма? Риза болады. Бірақ мен әйеліме 75-ка в масле сатып алып берсем, ол риза бола ма? Әйел сіздер қараңызшы. Ер адамның логикасы мынандай. Ер адам бүйтіп ойлайды. Егер мен қазір 75-ка новый масле сатып алсам, бір жыл бойы менен ештеңе күтпей, күшті подарок қой. Бір жыл бойы үндемей жүреді деп ойлайды ер адам. Неге сөйтіп ойлайды? Потому что ер адамның логикасы осы. Бірақ әйел адамның логикасы ондай емес ағалар. Әйел адамға сен подарок бердің ба? Бір аптадан кейін тағы керек осындай 75-ка. Потому что оның маңыздысы о жерде 75-ка емес. Ол сіздің положительный вниманиеңіз о жерде. Құндылығы сол. Что выгоднее, 75-ку дарить или букет цветов подарить? Бірақ букеттерді толтыра берсеңіз, ол да толып қалады ғой. Уже қыз емес болып қалады, ол құны кетіп қалады. Дұрыс па? Значит, қалай береміз положительный внимание? Ең элементарный метод. Просто құшақтау. Просто құшақтаймыз. Күнде 5 рет. Әр намаздан. Не болды десе, білмеймін, просто жақсы көремін. Әйел кісілер бұл жұмыс істей ме, қалай ойлайсыздар? Үш нәрсе ғой. Тегін, ағалар, тегін. Әйел адамның қалын сұрақ аласыздар ма? Таңертең. Тегін, ағалар. Командировка шығасыз ғой, жұмыста жүресіз ғой. Арасында обедтің кезінде, намаздан кейін WhatsApp-қа бір сообщение. Қалайсың жаным? Бәрі жақсы ма? Бала шағаны алдың ба мектептен? Бәрі алып салма. Бұл положительный внимание? Лучше так или 75-ка камеры делать? Вот. Келсесіздер ме? Егер сіз бұны бермесеңіз, ағалар, бұнымен өмір сүре алмайды. Бала шағыңыз крайне болады. Әйел адамды алдау жеңіл. Оны жеңе аласыздар. Атын аузын жап, обязан, сен міндеттесің, сенің жұмысың бұл, сен істейсің, и все, отыр тыныш. Деп айту 5 секунд. Көп ақыл керек емес оған. Бірақ проблема неде білесіздер? Мынау ер адам, мынау әйел, екеуі қосылған кезде ортақ бір иммунитет құрылады. Ортақ иммунитет құрылады. Психоэмоциональный фон. Ортада бала пайда болады. Б. Екеуінің арасында қарым-қатынас дұрыс емес болса, ер адам положительный внимание бермесе әйеліне, ер адам да мұқтаж болған әйел кісілер. Ер адам да мұқтаж положительный внимание. Егер оған положительный внимание бермесеңіз, игнорированиемен өмір сүре алмайды. Ол сізден мынаны алып отырады. Постоянно недовольны болып отырады сізге. Түсініп отырсыз ба? А ер адамда положительный внимание алу жолдары өте көп қоғамда жүргеннен кейін. Басқа әйелдер бар ғой. Вниманиясын қайда берерін білмейді. Олар бере салады. Түсініп отырсыз ба? Поэтому оны да ойлаңыздар. Күйіні жақсы болып отыр ма? Ер кісілерге внимание да қажет. Енді екеуінің арасында қарым-қатынас дұрыс емес болса, бұл иммунитет үш адамға арналған ғой. Кім страдать етеді? Ең слабый, кім? Бала. Бала ауыратын болады. Балаға кім жауапты? Еркек. Бала әлсіз болса,
самооценкасы дұрыс емес болса, аурушаң болса, ер адам мықты бола ма? Ешқашан бола алмайды. Поэтому ер кісілер, сіздерге выгодно әйелдеріңізге положительный внимание беріп, бүкіл жауапкершілікті 100% өз қолдарыңызға алып, кім немен айналысып отқанын күнделікті біліп, сұрап, жұмыстан кейін келіп сұрау, не болды, ана бала қайықтан келді, нешеде келді, қалай болды, сабағы қалай, бәрін контроль жасау. Әйел адам қуана сіздерге оны айтып береді. Айтатын адамы жоқ қой кешке. Сіздерге айту керек бұны. А сіздер келіп телефонды алып, маған мешать етпеші, қарағым, мен шаршадым уже деп жатып қалсаңыз, ол әйел адамға не бердіңіз? Игнор бердіңіз. Проблеманың көкесі жүреді. Әйел адам білмейді неге екенін, түсіндіре алмайды сізге. Бірақ оған внимание жетпеу. Сол ғана. Түсінесіз балалар? Егер сіз мен Омардың радиаллаху анхуның оқиғасын айтып берейін. Омар екінші халиф. Халиф болған кезде, соның кезінде бір сахаба әйелмен ұрысып қалады. Сол жерде ұрысып қалады да, әйелі дауыс көтереді ана кісіге. Андайсың, мындайсың, эмоциясын шығарады. Сөйтіп ана сахаба ренжіп қалады. Шығады да үйден ойлайды, мен ажырасам ау деймін бұл әйелмен. Сөйтіп барып, Омармен барып ақылдасайын деп барады Омарға. Омардың үйіне жақындаған кезде бір дауыстарды ести бастайды. Біреу айқайлап жатыр дейді жерде. Жақындап қараса, әйелі Омарды отырғызып қойып, бүйтіп ұрсып жатыр. Сен анандайсың, сен мынандайсың, халиф. Ойлап қараңызшы, халиф. Бүйтіп ұрсып жатыр дейді әйелі. Ана сахаба қарайды, ой, бүйтіп келген дейді. Өзінің проблемасы бастамасы бар. Сөйтіп, қайта бұрылып кетіп барған кезде Омар көріп қалады екен. Сөйтіп байқайды, пәленше дейді, тоқта, не үшін келдің дейді. Осындай әйелмен тұрысып қалдым, осындай нәрсе болды, ақыл сұрайын деп келсем, бірақ сізде де проблема бар екен дейді. Ол тоқта дейді, мен қазір шығып түсіндіріп беремін саған дейді. Сөйтіп Омар халиф шығады да айтады ол, қараш дейді. Менің әйелім, менің бала шағамды бағып отыр. Менің әйелім менің үйіме қарап отыр. Менің кірімді жуып жатыр, тазалығымды жасап жатыр. Мен істейтін нәрсені маған көмектесіп жатыр. Шаршағаннан кейін эмоциясын білдіреді дейді сол. Неужели мен еркек бола алмаймын сол кезде дейді. Соған рахметімді айтып, спокойно сабырлықпен неге мен тыңдап алмаймын? Қараңызшы, қандай түсінік дейді. Халиф әйеліне айтса, қатын аузыңды жап деп айтса, жабады ғой. Одан кейін ашпайды ол аузын. Әйел адам өз эмоциясын шығармаса, күйеуіне шығармаса, ол кімге шығарылады? Қараңызшы. Ойлап қараңызшы, ол кімге шығарылады? Оның эмоциясын өзінің әкесі көтере ала ма? Көтере алмайды. Оның мамасы көтере ала ма? Көтере алмайды. Оның бауырлары көтере ала ма оны? Көтере алмайды. Оның баласы көтере ала ма оны? Көтере алмайды оның баласы. Ауырып қалады бірден. Оның бір ғана адам көтере алатын бар. Әлемде бір ғана адам көтере алатын бар. Кім? Күйеуі. Егер бұл күйеуі сол әйелдің эмоциясын қабылдай алмаса, онда бұл у сияқты жан-жағына таратады сол. И бірінші под прицелом кім болады? Бала шағасы. Ер адамдар, егер сіз мықты, крутой болсаңыз, бұл әйелдің аузын жауып тұру емес, крутой бол. Омардың дәрежесін қараңызшы. Қандай мейірімділікпен қарастырды. Неужели я не могу проявить мужественность и терпение? Неужели менің ақылым соған жетпейді деп тұр да? Сондықтан әйел кісінің энергиясы ер кісіге ядерный энергия сияқты келеді. Әйел кісілер күйеуіне эмоциясын білдіре алса, этично, дұрыс күйінде. Күйеуі сонда
ер адам болып күшейе береді да. Әйел адам болып күшейе береді. Оның басқа жолы жоқ ағалар.